Мен Қарағандыда Тәттімбет атындағы өнер мектебін 2005 жылы бітіргем. Содан кейін осында мәдениет үйінде сол көркемдік жетекші болып жұмыс қызмет атқарамын. Содан қосымша осындай қолөнермен айналысамын. Мектепте кружок бар, сол жаңағы қолөнер кружогымен үйірме. Асыл мұра деген, сол асыл мұра үйірмесімен балаларға сол кейінде осы қолөнерді ары қарай кішкене үйретіп келе жатырмыз. Ағаштан да жасаймыз, темірмен де айналысамыз. Осы жақында Сарыарқаның көшпелі мәдениет атты облыстық фестиваль өткен. Сонда барып, осы ауданның атынан осы көрмелерді апарып, сонда қатысып келдік. Негізі көбінесе столмен айналысам. Мысалы, қазіргі таңда қазақтың дөңгелек столмен айналысамыз. Оюлы бетіне сурет салынады. Осы адамдар көбінесе осыған заказ береді. Сонан кейін мынандай ет табақтармен айналысамыз. Мынау мысалы бас табақ, қойдың басына сәйкес келген ғой. Қойдың басына сиятындай жеке сол жаңағы бастың бірінші келген қонаққа, төрдегі қонаққа бірінші бас береді ғой. Сонда осы табақпен қоса алдына қояды. Осы жерде басты, мынау ет салатын жаңағы астау. Мынау мысалы қымыз құятын, қымыз құйғыш, тостағандар станокпен жасалады. Әкем шебер, ата-бабамыз бұрын шебері соладан дарыған. Қолөнер жағы тегінен ата-бабамыздан келе жатқан нәрсе. Менің ол әкем Зағит деген кісенде сол қолөнерімен айланысқан о кездені мынандай станокқа жоқ, түкті жоқ заман ғой. Сол қолмен кел жасайды, кел сап істейді, көрік, анау темір соғатын соларды істейді. Сосын о кезденді мынау ат тағалайды дейді ғой, аттың аяқтары, тұяқтарын тағалайтын, соның тағаларын соғады. Сондай қолөнермен айналысқан. Домбыра істеймін, астау жанам. Мысалы, әртүрлі сувенир, мысалы, мына жирафтың денелерін, арыстан, жолбарыс, соларды сувенир қылып істеп отырамын. Енді осындай жағдайда. Мен жасаған осында осы 2018 жыл саябақтың осы проектісін сызып, соны осы ауылдың азаматтары бар, бәріміз бұл жасағанбыз. Қазір енді қыс ішінде көрінбейді ғой, жазда жақсы көрінеді. Осы бәйтеректі сол өзінің проектісін барлығын сызып, сосын өзіміздің бірге бітірген түлектер осы ауылда. Сол 50 жылдыққа сыйға тарттық осы бәйтеректі, материалының ақшасын жинап, сосын мен өзім осы жерде жасадым. Осы жерде Асыл мұра атты қолөнер үйірмесі бар. Сол осы қолөнер үйірмесі бойынша осы балалармен осы жерде жұмыс жасаймыз. Балалармен жаңағы шәкірттер тәрбиелейміз. Мына жерде СТД 120 дейді, 120 токарный станокпен жұмыс жасаймыз. Мынандай нелер оямыз. Шахмат тастарын, жаңағындай тостаған, мынандайлар оямыз. Мыналар әлі дайын болған жоқ, просто ойылып отыр. Мына жерде менің ойылған заттар. Жасалған мүсіндер. Мынау менің оқушылардың жасаған жаңағы қолөнерлер. 5-ші сыныптың оқушылары жасаған, 5-ші сыныптың балалары жасаған, күйдіріп, бөжек-әтілмен жұмыс жасаймыз арасында. Мынау балалардың жасалған дөңгелек столы қазақтың. Мынау шаңырақ жасаған. Балалар жасаған шаңырақ. Осы жерде мәдениет үйінде көркемдік жетекші қызметін атқарамын. Осында үйірмелері бар, вокал үйірмесі, гитара үйірмесі бар. Енді еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін 1990 жылы Монғолия Республикасынан военный аймағынан осында атбасын тіредік. Мен 4-ші сынып оқып жүргенде осында келгенмін. Сол осындан бері тәуелсіздігіміздің арқасында көп затқа қол жеткіздік. Тәуелсіздігіміздің биыл 30 жылдығы мерейтойы болып отыр. Енді тәуелсіздігіміз әрқашан нығая берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.